Қасиетті жұмада сауабы мол істі қолға алған тағы бір қайырымды жанның ізгі ісіне риза болдық. 14 жасар Арулат есімді Екібастұз қаласының кішкентай тұрғыны жұма күні тұрмысы төмен отбасылар үшін Ертіс сауда үйінде тегін нан таратты. Кезінде мен бауырма бекарысқа еміне көмек керек кезде бізге бүкіл ел көмек көрсетті. Мен соның бәрін көріп, өзіме уәде бердім. Мұқтаж отбасыларға өз қолынан жеткенше көмек көрсетем деп айттым. Қазір бір бөлке нанның бағасы 125 теңге. Осындай қымбатшылық қысып тұрған шақта қалтасынан жырып беріп, мұқтаж жандарды демеген қайырымды оқушының бұл ісі құптауға тұрарлық. Енді әр жұма сайын дүкенге бас сұққан тұрғындар ыстық нанды құшақтарына қысып, үйлеріне әкете алады. Ертіс сауда үйінде 50 бөлке нан сатып алдым. Енді қазір жақсылық сөреге қоямын. Өзінің 14 жасында Арулат тырнақ әрлеумен айналысады. Өзінің ісін осыдан 2,5 жыл бұрын бастап, бүгінде нәзік жандардың айлап кезекте тұрып жазылатын шеберіне айналды. Осы істен артылғанын қайырымдылыққа жұмсағанды жаны сүйетін кейіпкеріміз әр жұма көмек қолын созудан жалыққан емес. Я видел ихни. Мен қазір 2 отбасыға көмектесемін. Олардың күй-жайын көріп, ай сайын көмектесіп отыруға өз-өзіме сөз бердім. Мүмкіндігімше оларға азық-түлік алып беремін. Мерекелерде құттықтап барамын, барымша көмек қолын созудамын. Бұл әрине оның байлығының тасығаннан емес, айлығы шайлығына жетпей отырған тұрғындарға көмек көрсетудің белгісі деп түсінген абзал. Олар неше бөлке аламыз десе де өз еріктерінде. Өйткені оған шектеу қойылмаған. Десе де асатасының пайда көздеген пейілі тарларға емес, шынымен көмекке мұқтаж жандарға бұйырғаны жөн-ақ.